Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін осындай шиеден мөлдір тұнық, біркелкі дәмді болып шығатын, атылмайтын варенье қайнататын боламыз. Ең алдымен шиелерімізді алып, жақсылап жуып тазалап аламыз. Жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін бетіне килограммға килограмм қант қосамыз. Кемі 6 сағатқа немесе бір күнге қойып қоясыздар. Мен сыртқа қойып қойдым. Ашымайды, қышқылдам шықпайды. Шиенің ащылығын қант толықтай өзіне сіңіріп алады. Міне осылай бір күнде менде шиемен сөлі шығып, қантпен араласты. Енді астын отты баяулатып, газды жағып қайнатып аламыз. 15-20 минут қайнатып аламыз. Көбігін алмаймын. 15-20 минут қайнатқаннан кейін газды өшірем. Толықтай шиені суытамын. Тағы да 10 минут көлемінде қайнатып аламын. Және вареньелерді ыстықтай банкілерге құйып шығамын. Көбігін алмаса атылып кетпейді. Көбігі қайтадан вареньеге айналады. Оны уайымдаудың қажеті жоқ. Ең бастысы жабу кезінде артық ауаның кетіп қалмауы, банкілердің дұрыс стерильленуі, соған мән береміз. Банкені стерильдеудің көптеген әдісі бар. Мен біртіндеп, менде 3 литр шиеден 5 литр шиенің вареньесі шықты. Осылай біртіндеп стерильдеп алдым. Ас болсын, пайдаңызға жараса, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.